Sana мама знает деген әртүрлі нәрселер бар. Дәл өзі. Тек қана бір ChatGPT біреу. Иә, дәл памперсі ол. десеңіз. Иә, Мысалы, осы жасанды интеллект жалпы білім саласына қандай әсері бар жалпы? Қаншалықты әсері бар? Ойлап жүрсе жасанды интеллект ол ChatGPT, жасанды интеллект анау деп. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не жалпы? Бір ауыз сөзбен айтатын болсақ, бүкіл тарихтағы ақпараттар бар ғой. Кітаптар, түрлі дерек көздер, солардың барлығының жиналып келіп, бір интеллектіге біріккен түрі. Қазірдің өзінде батыста 70-80% мұғалімдердің орнын бұл алмастырып тастап жатыр. Секілді бәрімізге белгілі, мәселен Каспиге хабарлассақ, мен сіздің виртуалды көмекшіңізбін деп алады ғой. Бұл да жасанды интеллект. Яғни қазірдің өзінде бұл бізге кіріп кетті. Ал біз оны өкінішке орай қатты түсінбей жатырмыз. Осы жерде бір нәрсе, сонда бізде кезінде мына колл-центрде отырған операторлардың бәрі жасанды интеллект келген соң уже жұмысынан айырылып, басқа жұмыс іздеуге тура келіп тұр десеңіз. Дәл солай. Қайырлы күн қадірменді көрермендер. Бүгін сіздермен бірге, Алла қалса, Ернар Сыпабек бауырымызбен, Құдай қаласа, жасанды интеллектке байланысты сұхбат болады. Жалпы Ернар Сыпабек бауырымыз жасанды интеллект кітаптан жазған. Соны қазір жарыққа шыққан Қазақстан бойынша қазір таралып жатқан кітаптардың бірі. Бұл кісі жалпы білім саласында, жасанды интеллект саласында жұмыс істеп келе жатыр және сол нәрсені халыққа түсіндіріп, бұл жасанды интеллекттің адам жалпы өмірдегі, халықтың өміріндегі маңыздылығы туралы маған айтып жүрген өте көп уақыт болды. Енді соған байланысты халыққа бір кішігірім жасанды интеллект дегеніміз не, жасанды интеллекттің жалпы жасанды интеллектпен айырмашылығы не деген сол сияқты бір кішігірім сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға бір кішігірім жауап беріп кетсеңіз. Дайын шығарсыз деп ойлаймын. Дайынмын ба екен? Онда бірінші жалпы сұрағымыз, жалпы жасанды интеллект дегеніміз. Жалпы не жасанды интеллект? Халық ойлап жүрсе жасанды интеллект ол ChatGPT, жасанды интеллект анау деп. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не жалпы? Алла разы болсын. Бірінші осындай мүмкіндік бергендеріңізге және осы сұрақтың өзінен басталады. Өте маңызды сұрақ қойып отырсыз. Жалпы жасанды интеллект деген не? Былай қарасақ, өте қарапайым сұрақ секілді, бірақ оның жауабы өте ауқымды болады. Бұған курста шығардым, қолымнан келгенше кітапта жаздым. Енді қазір нақты айтатын болсақ, жалпы жасанды интеллект дегеніміз бір ауыз сөзбен айтатын болсақ, бүкіл тарихтағы ақпараттар бар ғой. Кітаптар, түрлі дерек көздер, солардың барлығының жиналып келіп, бір интеллектіге біріккен түрі. Яғни, енді кішкене ғана тарихқа тоқталатын болсақ, ең әуелі мәселен тас қағашап жазды, кезінде жүнге жазды, теріге жазды, одан кейін кітап, баспа, білдегі шығып, Иоганн Гутенберг сол болды, одан соң кейін газет, журнал болды, одан соң 20-шы ғасырда ғаламтор пайда болды. Сол ақпараттың барлығын енді қазір мынау Америкадағы үлкен алпауыт компаниялар барлығын есептеу машиналар арқылы өңдеп бізге ұсынып отыр. ChatGPT деген мәселен соның бір ғана түрі негізі. Бір ғана түрі. Ал біз білетін бір ғана түрі ғой. Бізге жаңағы мысалы анау памперстің мысалы біз соны ғана білеміз ғой. Негізі подгузник дейді. Сол сияқты бізге жасанды интеллектінің бір бренді ғана. Памперсіна мама знает деген әртүрлі нәрселер бар. Дәл өзі. Тек қана бір ChatGPT біреу. Дәл памперсі десеңіз. Ол Сэм Альтман деген басшысы бар, OpenAI деген компанияның бір ғана өнімі. Ал оған қазір бәсекелес болып, мәселен XAI дегенді Илон Маск шығарып жатыр. Тура сол сияқты мәселен тағы басқа да көптеген бәсекелес компаниялар шығып жатыр мәселен. Apple компаниясы да өзінің Siri деген сияқты өзінікін ұсынып жатыр. Міне осындай жасанды интеллекттер қазір өте көбейіп жатыр. Ал бірақ негізінде жасанды интеллект деген ол тек қана жаңағы қолданатын ChatGPT сияқты чаттар емес. Бұл өте ауқымды. Мәселен айтып өтетін болсақ, біздің алла бұйыртса жоспар қойып отырған жаңа дрон технологияларымыз бар ғой, әскери. Олар жасанды интеллектімен жұмыс жасайды. Одан соң мына сауда үйлеріне кіріп бара жатамыз ғой. Сол кезде есік ашылады ғой. Ол да жасанды интеллект. Одан соң ақылды қалалар дейді, мәселен Сингапур, Дубай сияқты қалаларда әртүрлі технологиялар бар. Мәселен адамның бет жүзін танитын, ол да жасанды интеллект.
міне осындай бізді қоршап жатқан көптеген технологиялардың барлығы жасанды интеллект. Ал біз тек қана оның өкінішке орай қазір біздің халық жалпы соның бір ғана бөлігін біледі. Мен де тіпті сондай болуы мүмкін, мен де барлығын білемін деп айта алмаймын. Бірақ біз бұны негізі өте үлкен ауқымда зерттеуіміз керек. Керемет, өте қатты жақсы түсінікті болды. Енді жалпы екінші бір сұрағым, жасанды интеллект, енді өзім білім саласында 10 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз ғой, енді именно мектеп саласында. Жалпы білім саласында жүргенімізге енді бір 13 жылдан асып қалды. Енді осы кезде мысалы осы жасанды интеллект жалпы білім саласына қандай әсері бар жалпы? Қаншалықты әсері бар бұл? Өте дұрыс, керемет сұрақ қойып отырсыз Байеке. Былтыр осы 2024-те өзіңіз білесіз, Жезқазған қаласында мұғалімдер сабақ өттік. Сол кезде де бір апайымыз осы сұрақты қойды. Мен ол кезде ол кісіге толықтай жауап берген жоқпын. Себебі неге жауап берген жоқпын? Өйткені бұл өте, былайша айтқанда, қауіпті жауап болады да бұның жауабы. Себебі қазірдің өзінде батыста 70%, 80% мұғалімдердің орнын бұл алмастырып тастап жатыр. Жасанды интеллект алмастырып тастап жатыр. Оны бізде қазір мынау атамекен бизнес секілді біздің бұқаралық ақпарат құралдарындағы ең беделді арналарда ол арнайы жүргізушілер жүргізіп жатыр жасанды интеллектімен. Бірақ ол адам емес, ол жай ғана виртуалды бір белгілі бір көмекші да. Ондай адам жоқ негізі өмірде. Дәл сол секілді бәрімізге белгілі, мәселен Каспиге хабарлассақ, мен сіздің виртуалды көмекшіңізбін деп алады ғой. Бұл да жасанды интеллект. Яғни қазірдің өзінде бұл бізге кіріп кетті. Ал біз оны өкінішке орай қатты түсінбей жатырмыз. Осы жерде бір нәрсе, сонда бізде кезінде мына колл-центрде отырған операторлардың бәрі жасанды интеллект келген соң уже жұмысынан айырылып, басқа жұмыс іздеуге тура келіп тұр десеңіз. Дәл солай. Жұмыссыз қалып қойды қазір өзіне. Оны бірақ бүйтіп арнайы зерттеп жатқан ондай нәрсе жоқ та. Ал енді білім саласын сіз өзіңіздің салаңыз ретінде сұрап отырсыз. Бұл жерде енді бір ғана жасанды интеллектінің салаға ықпалы орасан зор болады. Жаңа айтып өткендей, алдыңғы сұраққа өте тығыз байланысты да. Себебі ол бүкіл ақпарат оның бір жерде тұр. Бір жерде тұр. Жаздың, не керек саған? Дұрыс мағлұмат берсең болды десең, дұрыс сұрақ қойсаң. Өте дұрыс айтасыз. Міне, дәл осылай. Ал енді бізде қазір мұғалімдердің барлығы бүкіл университетте алған білімдерін жауап бере ала ма мәселен? Ол кез келген адам ұмытады. Мен де ұмытамын, сіз де ұмытасыз. Ал машина ұмытпайды. Бұл деген сөз эмоциясы әзірге жоқ, мұғалімдер қазір дайынды. Яғни ол қазір батыста 70-80% алмастырып тастады. Енді бізге ол келетін болса, біз сол үшін менің қазір шылдап айтып жүргенім осы. Өйткені бізге жылдам арада бұны үйрену керек мұғалімдер. Және де оны қолданып балаларға үйрету керек. Әйтпесе ертеңгі күні кеш болады. Мәселен, Coursera, Udemy секілді платформаларда ол мұғалімдер сабақ беріп жатыр. Яғни нарықтың көп бөлігін алып қойды жасанды интеллект мұғалімдер. Ал біз әлі мұғалімдердің біліктілігін арттырумен айналысып жатырмыз. Бұл өте қауіпті тенденция да. Яғни біз мұғалімдерді енді мынадай сұрақ туындайды ғой. Бұл кезде мен де өзім денем түршігіп айтып отырмын да қазір, шынымды айтсам. Сонда біздің мұғалімдердің барлығы, мен анам да ұстаз, барлық жақындарымыз бар мұғалім. Олардың бәрі жұмыссыз қалып қоя ма? Енді не істеу керек? Бұл жерде бір ғана шешім бар. Мынау терең ойлану деген нәрсе бар. Ал жасанды интеллект терең ойланамайды да қазір. Ол бар ақпаратты серверлерден алып береді. Серверлер өшіп қалса жоқ десең? Олар өшіп қалса жоқ. Өшіп қалу мүмкін емес. Олар мүмкін емес болды. Мүмкін емес. Трамп мәселен энергияны қазір аямай шығарып жатыр. Өйткені энергиямен жұмыс істейді жасанды интеллект. Сол үшін бізде қазір мұғалімдерге, мен кеше бір рет Нұрахмет бауырымызға да осыны айтып жатырмын да, сіздің салаңыз маңызды болады деп жатырмын. Мысалы, мына Freedom Holdingтің басшысы Тимур Турлов соны білет, өзінің компаниясына енгізіп жатыр. Және ол параллель түрде ЧЕС, яғни Қазақстан шахмат федерациясының басшысы. Ол неге балалардың бәрін шымбұлаққа шығарып қазір шахматшыларға қатты қолдау білдірейік деп жатыр. Өйткені ол стратегиялық мәнін түсініп тұр. Кім шахматты мәселен бір 20 жүрістен кейін терең ойлана алады, сондай мұғалімдер ғана қалады нарықта. Терең ойланамайтын, жаттап алғанын Шыңғысхан 1255 жыл туылды, анау Абылай хан осынша жылы Орбұлақ шаһарын жеңді. Ондай құр жаттанды мұғалімдердің заманы өтті деп айтуға да болады. Сол себепті білім саласына әсері өте үлкен. Тек қана қандай мұғалімдер мәселен қалады дейтін болса,
осы жерде мен айтқым келеді, терең ойлана алатын, шахматтан гроссмейстер деңгейге дейін жеткен мұғалімдер ғана қалады. Сонда Блум деген таксономия бар бізде. Блумның 6 сатысы бар да, сонда анау бағалау деңгейіне дейін жеткен адам бағалау, талдай алатын, анализ жасай алатын, синтездей алатын, бағалай алатын деңгейге дейін жету керек, өте маңызды тұр сонда. Өте маңызды. Керемет. Мынау қалған біліктілік санаттардың көбісі жаттап алған жаңағы. Білген нәрсесін жылда айтып бере беретін мұғалімдер уже жайлап. Олар шығып кетеді, нарықтан шығып кетті қазірдің өзінде. Сол себепті барлығы сол терең ойлануды үйрену керек, және шахмат өте көп ойнау керек. Керемет. Өзіміз шахмат ойнай аламыз, онда шахмат ойнауды сәл көбейту керек екенін. Өте қатты көбірек ойнау керек. Енді Алла разы болсын, екінші сұраққа өзім енді толыққанды бір жауап алдым деп, себебі енді жасанды интеллекттен шыққанына бір 2 жыл болып қалды ғой, мына ChatGPT деген. 2023-тен бастап. Сол шыққандан бастап енді біраз адамдар, Марғұлан Сейсенбайдың өзі біраз в шоке болып тұр ғой, не деген мына ChatGPT деген нәрсе. ChatGPT-дің жалпы мына адамның өміріне қаншалықты кіріп кеткен. Инвестициялық стратегиясын бәрі мәселен Марғұлан ағамызға соған ауыстырды. ChatGPT-мен. Ол айтады, мәселен, мен қазір енді инвестицияға салатын болсам, алдыма стартаперлер келсе, мен қазір 3 критерийге қараймын дейді. Біріншісі, жасанды интеллект саласында бар ма, бизнеске енгізілген бе, және екіншісі робототехникамен, яғни оны жан деп қояды, мәселен, ал ананы робототехниканың сыртын, яғни қаңқасы тән деп қояды оны. Ал үшіншісі киберқауіпсіздік. Бұл да өте өзекті. Себебі қазір енді мысалы батыста квантовый технология, яғни кванттық технологиялар пайда болып жатыр. Ол ертең кіретін болса, мынау бізде қазір банкымызда ақшамыз бар, шотымызда Каспиімде бар, мен айлық алып жатырмын деп жүреміз ғой, мысалы, депозитке сап қойғам деп. Виртуалды ақшалар десеңізші? Оның бәрін осылайынан ертеңгі күні шешіп алып қою мүмкін да. Сол себепті киберқауіпсіздікті де дамыту керек. Соған Марғұлан ағамыз қазір қатты фокус қойып жатыр. Сол 3 нәрсеге де? Сол 3 нәрсеге. Енді жалпы 3-ші сұрағымызға келетін болсақ, жасанды интеллекттің жалпы жасанды интеллекттен айырмашылығын. Тағы да бір өте өзекті сұрақ. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз жалпы не? Мысалы, қазір жаңа айтып өткенімдей, мысалы ChatGPT-ді қолданады, ол жаңағы кәдімгі телефондағы бір бағдарлама. Мәселен, Түркияда Селжук байрақтар бастап, бүкіл Түркия қазір Акинжи, Қызыл Алма секілді байрақтар, дрондар шығарып жатыр. Ол мәселен әскери бағытта. Тур сол сияқты мәселен мынау іздеу жүйелерінде де жасанды интеллект кірді ғой. Енді бұлардың барлығы қазір одан соң нарықта көптеген жастар және жалпы кәсіпкерлер осы жасанды интеллектімен TikTokта жасап әртүрлі видеоларды сонымен ақша тауып жүрді мәселен. Енді бұның барлығы әрқайсысы бір-бір жеке-жеке ұстап алып жатыр да. Біреу картина жасайды, мәселен Midjourney секілді, мысалы Шедеврум секілді бағдарламамен біреу картина жасайды. Мәселен жаңағы дауысты Алиса дейді, мысалы, сол дауысты жасады. Тур сол сияқты біреуі мәселен әскери технология қолданады. Тағы сол сияқты картина жасайды, видео жасайды, біреуі аудио жасайды. Бұлар әрқайсысы бөлек-бөлек бағдарлама ғой. Ал енді осының барлығын қазір біріктірген кезде, міне осы ағылшынша AGI деп қояды, Artificial General Intelligence дейсіз, яғни ол біріктірілген жасанды интеллекті, яғни жалпы бүкіл нәрсе бар. Енді тіпті мысалы енді Құдайға сенімі аз американдықтар бұны біз биологиялық түрге жақындатамыз дейді да, мәселен. Осындай мотивпен кетіп баратыр да. Біз мұсылмандар, қазақтар ұйықтап жүрген кезде олар соған жақындатамыз дейді. Ал оларға енді менің өзімнің әзірге күмәнім бар. Өйткені эмоцияны әзірге беру өте қиын. Эмоцияны бере алмайды ау деймін. Мен өзім соған сенем. Өйткені эмоцияны беру ол мүмкін емес. Алла тағала ғана жаратты, ал оны бере алмайды. Бірақ олардың сенімі бойынша енді олар кетіп баратыр. Мен сол жаққа барамыз. Сол жаққа барамыз деп тұр. Эмоция береміз. Эмоция бермесе де жаңағының барлығы бірігетін болса, онда ол барлық салада үлкен революция болады. Қазір соған миллиардтаған долларлар салынып жатыр. Біз Қазақстанда осы мәселен қазір трейдингпен айналысып жүргендер білет. Сол бағытта көптеген технологиялардың акциялары өсіп жатыр мәселен. Сол себепті осы жалпы жасанды интеллект деген бұл кәдімгі жасанды интеллекттен айырмашылығы барлығын біріктірген кәдімгі
адам секілді интеллект қой былай айтқанда. Олған запрос жаңағы сұрақ берсеңіз, бір не тұрады, бір платформа тұрады сонда. Иә. Бір жасанды интеллект, мысалы ChatGPT сияқты. Иә. Маған видео жасап бер дейді. Видео жасап береді. Сол жерде басқа жаққа бармайсың. Иә. Маған сурет салып бер дейді, сурет салып бер дейді. Дәл сол. Маған жаңағы бір өзімнің бір суретімді бір анимацияға өзгертіп бер дейді. Мультфильм жасап бер дейді, мультфильм жасап береді. Енді ол жаңағы айтып өткенімізде, ол физикалық формаға ауысатын болса, ол нағыз сұмдық су көзде басталады. Өйткені мысалы қазір Tesla Optimus деген робот шығарып қойды. Оны қазір бастапқы баға $10,000, $15,000, $20,000, яғни 10 миллион, 15 миллионнан $30,000-ға дейін апарып, оны сатамыз деп отыр. Олар қазір роботтар үйде жұмыс жасай бере алады. 20 миллиард робот жасайын деп жатыр еді ғой. Дәл өзі. 20 миллиард, соның 8 миллиардқа қызмет жасайды, ана 12 миллиардта 8 миллиардқа қызмет жасайды деген. Дәл осылай. Бұл жерде енді біздің ұлттық қауіпсіздік мәселесі де тұрады да. Өйткені бұл енді әскери салада да қолданылып жатыр бұл роботтар. Енді бұл нәрсені өзіңіз ойлаңыз. Сервер Америкада тұр. Соны мысалы робот нөмір 4 деген кино бар. Сол киноны көруге көрермендеріме кеңес беремін. Соны көретін болса, сол көзде түсінеді. Оны былай ауызбен айтқан бір бөлек та, оны көзбен көріп зерттеген кезде адам ұғынады. Сонда мына қазір жалпы жасанды интеллект болған кезде, сонда бұл егер бір-бірден бізге алып келіп қоятын болса, сервер ана жақта кез келген уақытта ол программаны өзгертіп, саған қауіп, былайша айтқан кезде примерно жаңа Илон Масктың құлы болайын деп тұрған сияқты. Иә, ол енді сол жақтан отырады да, интерді басқан сияқты, мысалы қазір монтаждаймыз. Бұрасал дейді, иә, әртүрлі приложениемен жасаймыз ғой, бір кнопканы бассақ, ананы қырқып тастайды. Сол сияқты дұрыс айтасыз, ұра сал десе, ұра салады, өлтіре сал десе, өлтіре салады. Что-то маған ұнамай жатыр деп. Просто тоқ бермей қойсаң болды десеңші. Иә, дәл солай. Енді ол қазірдің өзінде мәселен, түркиялық TRT World деген Инстаграмда парақша бар, соны мәселен көретін болса, сол жерде Қытайда бақылаудан шығып кетіп жатқан роботтар бар. Бірнеше жағдайлар болып жатыр. Енді олар ертең, GPT деген өзі generated трансформер деген сөз ғой, яғни алдын ала оқытылған деген сөзді. Яғни ол өзін-өзі оқыталатын болса, демек олар ертең өзінің адамдарды кімді қалдыру керек, кімді не істеу керек, сол нәрсені де өзі ойлануы мүмкін да ол. Ол Илон Маск енді мейірімі оянып өлтіре қоймаса үміттенеміз енді. Илон Маскпен бірақ араласпаймын, шыны керек. Бірақ анау өзі-ақ бақылаудан шығып кететін болса, қиын, өте қиын болады. Сол себепті қазір бізде ең құрмағанда әйтеуір Алла разы болсын, елбасымыз да, президентіміз қазір өзімізге суперкомпьютерлерді әкеліп, серверлер осында орналассын деп, мысалы министрлер де қазір айту деген платформаға көшіп, ұлттық қауіпсіздікке кішкене жасап жатыр. Бірақ біз бәрібір Түркия секілді өзіміздің әскери технологияларымызды жасап, серверлер өзімізде тұратындай, кез келген сәтте мұсылман қазағымыз үшін, еліміз үшін қорғаныста тұра алатын сондай роботтарды, солдаттарды, ұшқышсыз ұшақтарды барлығын жасап қоюымыз керек. Өйткені қазір геосаясатқа ешқандай сенім жоқ байға. Өте Алла разы болсын, Жеке. Енді осы сәтте бір айтып кететін жағдай, біз осы қыркүйек айында осы жаңа сіз айтып отырған жаңа Байкар деп жатсыз ғой. Солар яғни Байкар компаниясы, Байрактар Турцияда технологиялық фестиваль ұйымдастырып жатыр. Алла қаласа барасыз деген үміттемін. Иә, Алла берсін. Сол егер барамыз деп жатқан болсаңыздар, осы нәрсені жаңа айтылып жатқан нәрсені көзбен көремін деп жатқан болсаңыздар, яғни Байрактар деген ол әлемде 5-ке кіреді қателеспесем, ме? Иә, жоқ, ол Байрактар компаниясы емес, Түркияның өзі 3-ке кіріп тұр ғой қазір. 3-ке кіріп тұр да? Америка, Қытай және Түркия. Керемет. Сол Түркиядан біз үйренуіміз керек. Олар бізді ата жұртымыз деп мәселен құрметтейді. Егер осы нәрсенің бәрін Алла қаласа біз өзімізді жастарға осы нәрсені үйрете алатын болса, осы нәрсені көрсете алатын болсақ, олар көзбен көрсе, визуалды елестете алатын болса, онда бізден де сол түріктер сияқты, қытайлар сияқты, американецтер сияқты мықты азаматтар шығады және сол шыққан азаматтарды қолпаштап жіберетін болсақ, немесе солардан шығуына, солардан көруіне бір үлесін қосып жіберетін болсақ, онда бір нұр үстіне нұр болады деген ойдамыз. Алла берсін. Алла разы болсын сізге. Егер жаңа жасанды интеллект деген кітапқа байланысты сұрақтарыңыз болса,
Ернар мырзаның телефон номері біз описанияға тастап кетеміз, алла қалса. Иә, алла бұйыртса. Сол кісімен хабарласып, жалпы жасанды интеллектке байланысты сұрақтарыңыз болса, Ернар мырзаға айтсаңыздар, сізге сұраққа жауап беруге әрқашан бұл кісі дайын. Иә. Келесі кездескенше күн жақсы. Бүгін керемет бір сұхбат болды деп ойлаймын. Өзімде өте үлкен бір білімдер алып қалдық. Алла разы болсын. Сіздерге де алла разы болсын. Келесі кездескенше күн жақсы.